Құрметті сот, қылмыстық кодекстің 52 бабы 3 тармағы және 39 бабы 2 бөлігіне сәйкес сотталушылардың жеке бастарына тоқталғым келеді. Атап айтқанда, Тоқтабаев Азамат бұрын 3 рет ауыр санаттағы қылмыстар жасаған үшін сотты болған. 16.02.2018 жылы қылмыстық кодексінің 106 бабы 1 бөлігімен, 18.11.2022 жылы 190 бабы 2 бөлігі 1 тармағымен және 17 қазан 2024 жылы қылмыстық кодекстің 106 бабы 2 бөлігі 7 тармағымен. Ильяс пен Сакиев екеуі бір қылмыстық іс бойынша 09.03.2021 жылы қылмыстық кодекстің 293 бабы 1 бөлігі 2 бөлігі 1 тармағымен, яғни адамдар тобы болып бұзақылық жасаған үшін қылмыстық кодекстің 107 бабы 2 бөлігі 5 тармағымен, яғни бұзақылық ниетпен денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтіру және қылмыстық кодекстің 380 бабы 1 бөлігімен билік өкіліне қатысты күш көрсету үшін сотты болған. Сонымен қатар Ильясов 04.04.2024 жылы қылмыстық кодекстің 293 бабы 2 бөлігі 1-3 тармақтарымен, яғни адамдар тобы болып бұзақылық, яғни қылмыстық кодексінің 107 бабы 2 бөлігі 5 тармағымен, яғни бұзақылық ниетпен денсаулыққа қасақана ауырлығы орташа зиян келтірген үшін сотты болған. Құрметті сот, өзіңіз көріп отырғандай, Тоқтабаев Азамат, Сакиев Равиль және Ильясов Нұрқияс бұрын бірнеше рет жеке адамға және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар үшін бірнеше рет сотты болған. Олар бұрынғы соттылықтарынан қандай бір сабақ алмай, дұрыс жолға түспей, қайта осындай тектес қылмыстарды жасап, қазір біздің алдымызда сотталушылар орында отыр. Осымен қатар, жаза тағайындаған кезде қылмыстық кодексінің 53 және 54 баптардың талаптарына сай сотталушылардың жауаптылықпен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән жайларын ескеруіңізді сұраймын. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 53 бабымен көзделген қылмыстық жауаптылықпен жазаны жеңілдететін мән жайларға Ысқақтың кәмелет жасқа толмауын, ал Тоқтабаев Азамат, Калахмет Дидар және Тоқтабаев Нұрмолдың асырауында жас балалардың болуын ескеруді. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 54 бабына сәйкес Аскентайдың, Тоқтабаев Нұрмолдың, Калахметтің, Тоқтабаев Азаматтың, Шынасылдың, Ильясовтың, Бергужаевтың және Сакиевтің қылмыстық жауаптылықпен жазаларын ауырлататын мән жайы ретінде олар қылмысты масан күйде жасауы ескеруге қажет. Ал Ысқақтың әрекетінде оның жауаптылығымен жазасын ауырлататын мән жайлар анықталмаған. Құрметті сот, дана халқымыз бала ананың ақ сүтімен, әкенің адал ниетімен өмірге келеді деген. Сол өмірді дәл сол ата-ананың көз алдында үзу бұл тек қылмыс емес, ар намысқа шабуыл. Халықтық тәрбие мен моральға қарсы қастандық деп санаймын. Сотталушылар бұл әрекетті топ болып, барынша арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттермен және аса қатыгездікпен жасаған. Олар тек Шерзатқа шабуыл жасап қана қоймай, оның отбасының басқа мүшелеріне күш көрсетіп, қорлап, қоғамдық тәртіпті өрескел бұзған. Бұл бұзақылық сипаттағы ауыр және аса ауыр қылмыстар болып табылады. Сондықтан да аталған мән жайларды ескере отырып, құрметті сот, сотталушылармен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесі кінәлі адамның жеке басы, оның ішінде құқық бұзушылық жасағанға дейінгі және одан кейінгі оның мінез құлқы, жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән жайларын ескере отырып, олардың әрқайсына айыпталып жатқан қылмыстық кодексінің баптарының санкциясында көрсетілген бас бостандығынан айырудың ең жоғарғы жазасын тағайындау қажет деп санаймыз. Жоғарыда айтылғандардың негізінде және Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 337 және 383 баптарын басшылыққа ала отырып, құрметті төрағалық етуші сот, мемлекеттік айыптың келесі бағытын сұраймын. Ысқақ Думан Қайдарұлы кәмелет жасқа толмаған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 434 бабымен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды, жазасын кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Аскентай Дархан Байалханұлын, Бергужаев Шыңғыс Айдосұлын, Тоқтабаев Нұрбол Маратбекұлын және Калахмет Дидар Еркінұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 7 бөлігімен кінәлі деп танып, олардың әрқайсына 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды, жазаларын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді.
Ильяс Нұрқияс Төлетбекұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 60 бабына сәйкес Ильясовқа 04.04.2024 жылға Талғар аудандық сотының үкімі бойынша өтелмеген жазаның бөлігін ішінара қосу арқылы түпкілікті 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Тоқтабаев Азамат Маратбекұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 188 бабы 1 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 3 бөлігіне сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен Тоқтабаев Азаматқа түпкілікті 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 6 тармағына сәйкес Тоқтабаев Азаматтың 17.10.2024 жылға Талғар аудандық сотының үкімі бойынша өтелмеген жаза бөлігін ішінара қосу жолымен түпкілікті оған 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Сакиев Равиль Магомедовичті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігі, 7-9 тармақтарымен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 4 тармағына сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен түпкілікті Сакиевке 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Шынасыл Абзал Нұрғалиұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293 бабы 3 бөлігімен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтарымен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігі 1, 7, 9 тармақтарымен кінәлі деп танып, оған осы бап бойынша 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Қылмыстық кодексінің 58 бабы 4 тармағына сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен түпкілікті Шынасылға 23 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгілеуді. Сотталушыларға қатысты қолданылған күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шараларын өзгеріссіз қалдыруды қылмыстық кодексінің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Шынасыл, Сакиев, Тоқтабаев Нұрбол, Ильясов, Аскентай, Тоқтабаев Азамат, Белгіжаевтардың 04.10.2024 жылдан бастап, ал Қалиахмет 17.10.2024 жылдан және Ысқақ 13.10.2024 жылдан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстау уақытын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күн үшін 1 күн есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызуды. Жәбірленушілердің материалдық және моральдық шығынды өндіру жөніндегі талап арыздарын толық көлемде қанағаттандыруды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 405 бабына сәйкес іс бойынша сұралған куәлар Нұрбекова мен Жақсыгелдінің әрекеттерін тексеру және оларға құқық баға беру үшін жеке қаулыны шығаруды, оны Алматы облысы полиция департаментіне жолдауды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 98-2 бабының негізінде мәжбүрлі төлемді Шынасыл мен Сакиевтен 30 айлық есептік көрсеткішті, яғни 110.760 теңгені, ал Белгіжаевтен, Аскентайдан, Тоқтабаев, Нұрболдан, Қалиахметтен және кәмелет жасқа толмаған Ысқақтың заңды өкілі Отарбаевадан 20 айлық есептік көрсеткішті, яғни 73.840 теңгені және Тоқтабаев Азаматтан 4.840 теңгені Қазақстан Республикасының жәбірленушілерге өтемақы қорына өндіруді. Сотталушылардан, оның ішінде кәмелет жасқа толмаған Ысқақтың заңды өкілі Отарбаевадан мемлекет пайдасына жүргізілген сот сараптамаларына жұмсалған процестік шығындарды өндіруді. Іс бойынша айғақ заттардың тағдырын Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 118 бабына сәйкес шешуді және сотта сұралған куә ретінде Қазыкенов пен Рузбакиевке қатысты да процессуалдық шара қабылдау үшін жеке қаулы шығарып, Алматы облысы полиция департаментіне жолдауды сұраймын.